іс-әрекетіміз жас дизайнер деп аталады. Дизайнер дегеніміз бұл адамдарға әдемі және ерекше киім ойлап табатын адамдарды айтады. Арнайы сұлбасын салып алады суретін, қыздардың соның үстіне әртүрлі материалдарды қолдана отырып, әдемі киімдер ойлап табады. Қыздар, біздер дизайнер кім екенін білдік қой, иә? Енді киім тігу үшін оның қандай бөліктері бар екенін танысып отырайық. Суретке назар аударыңдар. Суретте киімнің жеңі бізден қолымызды жауып тұру үшін пайдаланамыз, иә? Жағасы, иә, киімнің ол мойнымызды жауып тұрады. Бұл қалта, иә, киімнің қалтасы. Оны сәндік үшін немесе зат салып қою үшін, ұсақ заттар салу үшін қолданамыз. Түйме, дұрыс айтасың. Түймені әсемдік үшін жасап тігуге болады, немесе киімді жабылып тұру үшін қолданамыз. Замок, сыдырма дейді. Замокта киімді жабылып тұру үшін қолданамыз, иә? Маңызы, бұл киімнің белдігі сәндік үшін тағып қойылады, немесе киімді ұстап тұру үшін қолданамыз, иә? Иә, етегі, киімнің етегі шетін сәндеу үшін жасаймыз, иә? Иық қойылып дұрыс айтасыздар, иә? Иығын осылай әсемдеп тігуге болады. Қыздар, мен сіздерге алдарыңызға мынандай қыздың суретін алып келдім, иә? Сіздер енді оны әдемілеп, маған әсемдеп, өздерінің ойларынан дизайн құрап берсеңдер, алдарында тұрған маталарды қолдана отырып, киім тігіп бересіңдер ме маған? Иә. Тастармен әсемдедің, иә? Әсемдедім. Ал, мынау не зат? Белдемше. Белдемшенің түсі қандай? Қызыл, ақ суреттер. Жарайсың, әдемі болып шыққан екен жұмысың. Бұл киімді қайда киіп баруға болады? Қыдыруға, қонаққа. Мерекелі қонаққа. Әдемі тастармен. Ал? Екіға батыр. Белдемше. Белдемше сары, не? Түсі қандай екен белдемшенің? Сары. Әдемі тастар жасадың, иә, үстің бөліне? Белдемше. Белдемше, иә, жанынан ақ тюль матасын шығарған екенсің, иә? Сенің де жұмысың әдемі болып бүгін қайда кетіп баруға болады бұл киімді? Тойға кетіп баруға болады екен, иә? Әдемі тастарды қолданып берсең де? Иә. Астына не жасадың? Белдемше жасадың ба? Белдемше, не заттың суреттері бар белдемшеде? Гүлдер. Гүлдердің сурет бар екен. Әдемі шыққан екен қыздар жұмыстарында. Сендердің жұмыстарын ұнатып өздерің, иә? Сендер де өскенде дизайнер боласыңдар ма? Жарайсың, қазірден бастап қуыршақтар, үйренген қуыршақтар бар ғой, иә? Соларға әдемі көйлектерді жасап үйренсеңдер, өскенде сендер де үлкен дизайнер боласыңдар, иә?